Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 69-шы сабақ амоним дегеніміз не? Сабағымыздың мақсаты сөз мағынасымен жұмыс істеуді үйренемін, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере аламын. 19-шы жаттығуға назар аударамыз оқушылар. Мәтінді тыңда. Спортпен арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің Олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Мәтіннің астындағы суретке қараймыз оқушылар. Суреттегі спортшылар спорттың қай түрінен жеңіске жетті? Бекзат Саттарханов бокстан чемпион. Бақтияр Артаев бокстан Олимпиада чемпионы. Ольга Шишигина жеңіл атлетикадан Олимпиада чемпионы. Біздер басқа тағыда қандай жеңімпаздарды білеміз? Серік Сәпиев және Бақыт Сәрсекбаев. 20-шы жаттығуға қараймыз оқушылар. Жатқа жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Түріп жең, күресте жең. Талып қар, күре қар. Бұл жерде жең дегеніміз киімнің жеңі. Екінші мағынасы жең дегеніміз қимыл атауы. Қар дегеніміз қыс мезгілінде жауатын қар. Екінші мағынасы қар, қолдың қары, білектегі күш. 21-ші жаттығу. Өлеңді көркем әдем көшіріп жазамыз. Шақырады шымбұлақ, аппақ-аппақ шың құзы. Қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы. Әдемлеп көшіреміз оқушылар. Сосын шымбұлақ туралы не білеміз? Содан екі сөйлем жазамыз. 22-ші жаттығуға қараймыз оқушылар. Суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жаз. Арман суретті орнына қой. Кеше Дәулеттің қойы адасып кетті. Жадыраны ара шағып алды. Мирас ара алып кел, ағашты аралау үшін. Айдана апай балаларды мақта. Әжем мақтамен көрпе тікті. Бұл менің құраған сөйлемдерім оқушылар. Енді сіздер өздеріңіз сөйлем құрап көріңдер. Осы үш сурет бойынша сөйлем құрап дәптерге жазамыз.